Дүниежүзілік стандарт негізінен қарағанда, инновация дегеніміз бұрын нарықта болмаған жаңа өнімді және жақсартылған технологиялық процестер түрінде көрінетін өзгерістер мен жаңалықтар. Осыған орай Алматыда 2022 жылдың сапалы инновациясы халықаралық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Байқау салтанатын қазақстандық сапа және инновациялық менеджмент ұйымы ұйымдастырды. Іс-шараны Көкем үкіметтік емес ұйымының президенті, Сапалы Қазақстан порталының бас редакторы, халықаралық сапа академиясының академигі профессор Азат Әбдірахманов ашты. Сондай-ақ Қытай сапа қауымдастығының вице-президенті және бас хатшысы доктор Дуан Йонган қатысушыларға бейне үндеу жолдады. Үздік инновациялық жобаларға арналған 16-шы байқау 20-дан астам елдің ұлттық ұйымдарының қатысуымен өтті. Қазақстан, Қытай, Финляндия, Венгрия, Үндістан, Израиль, Швеция, Испания және басқа да елдердің жобалары бақ сынады. Байқаудың мақсаты инновациялық жобаларды ілгерілету арқылы еліміздің экономикалық жағдайын жақсартуға, әлеуметтік салада бизнестің тұрақты дамуына қол жеткізу болып табылады. Байқауға барлығы 500-ден астам инновациялық жоба 8 номинация бойынша қатысып, оның 25 үздіктері марапатталды. Жеңімпаздарды электрондық ашық дауыс беру арқылы қатысушы ұлттық сапа ұйымдары таңдады. Салтанатты шараға қатысушылар стандарт.kz тілшілеріне алған әсерімен бөлісіп, шараның жоғары деңгейде өткенін, шығармашылық және достық жағдайда өткенін атап өтті. Салтанатты шара соңында Казинновation инновацияларды дамыту ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының төрағасы Аханов Санат Жолдыханұлы лауреаттар мен жүлдегерлерді құттықтап, шараға қатысушыларды ынтымақтастыққа шақырды. Салтанатты шара соңында жүлдегерлер арнайы сертификаттармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды.